2013 жылдан бері Екібастұзда конфессияаралық қарым-қатынастарды дамыту және талдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі сәтті жұмыс істеп келеді. Орталықтың басты мақсаты халықтың діни сауатын арттыру, конфессияаралық келісімді нығайту және азаматтарды жат діни ағымдардан қорғау. Біз қалалық ақпараттық түсіндіру топтарының жұмысын ұйымдастырдық. Оның құрамына дін, құқық қорғау органдары, ардагерлер қауымдастығының өкілдері мен үкіметтік емес ұйымдар, жастар бірлестігінің басшылары кіреді. Олар дін саласы бойынша Екібастұз аймағындағы тұрғындардың арасында алдын алу жұмыстарын жүргізеді. Орталық 7 жылдық тарихында 1600-ден астам ақпараттық түсіндіру шараларын өткізді. Оның ішінде семинарлар, көшпелі жиындар, бейне дәрістер кіреді. Сонымен бірге жат діни ағымдардан зардап шеккен адамдарға көмек көрсетіп, оларды қоғамға бейімдеді. Біздің орталықтың мақсаты жат ағымдардың зардабын адамдарға түсіндіру және де сол зардап алған адамдарды біздің дәстүрлі дінімізге қайтадан кіргізу, енгізу, дәстүрлі дінімізді соларға жеткізу. Біздің орталыққа талай адамдар зардап шеккен, сол ағымдардан зардап шеккен талай адамдар келіп кеңес алуда. Біз де бұларға өзіміздің қолымыздан келгенше кеңес беріп, бағыт көрсетіп, тура жолға салудамыз. Орталықта кәсіби теологтар, психологтар және заңгерлерден тұратын команда жұмыс істейді. Мамандар кез келген уақытта білікті көмек көрсетуге дайын. Орталыққа анонимді түрде де жүгінуге болады. Екібастұз қаласы әкімшілігінің конфессияаралық қарым-қатынастарды дамыту және талдау орталығының сенім телефоны тыңдап тұр. Құрметті қаламыздың тұрғындары, егер сіз жақындарыңыздың күдікті шараларға қатысып жүргенін байқасаңыз, олардың араласатын ортасы өзгерсе, ол орта сізге күдікті болып көрінсе, үйіңізде бейтаныс әдебиеттер пайда болса, онда бізге хабарласыңыз. Біздің мамандар сізге әрдайым білікті, кәсіби, ал ең бастысы анонимді көмек көрсетеді. Толығырақ кеңес немесе көмек алу үшін мына мекенжайға хабарласа аласыз. Екібастұз қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі 30/1, 3-ші қабат. Телефоны 8 71 87 34 03 49.